Бойцу 23 года, его рост 175 сантиметров, официальный вес 61,2 килограмма, его профессиональный рекорд 12 побед и 7 поражений, его стиль клетки ММА из Кыргызстана Азизбек Келдибекулу. В красном углу клетки бойцу 27 лет, его рост 178 сантиметров, вес 61,7 килограмма, его профрекорд 7 побед и 1 поражение, его стиль в клетке ММА. Поприветствуйте из Узбекистана Сухробек Атажанов! Слушаю моей команды, правил не нарушаем. Пожали руки, удачи по углам. Азизбек Келдибекулы, көк бұрыштан, қызыл бұрыштан Сухробек Атажанов. Біз бастауға дайынбыз. Негізгі карттың екінші жекпе-жегі. Ал кет. Рефери рұқсатын берді. Бір-біріне сай қарсыластар. Қағаз жүзінде солай кем дегенде, іс жүзінде бұның бәрі қалай аяқталатын дәл қазір анықтайды. Атажанов жинақы көрінеді. Қолмен соққыларға ден қойған екен, және күреске басты. Тейкдаун от Атажанова. Нет, решил, я так понимаю, от клетки отработать здесь. Сухробек. Туарға тіреп үлгерді. Келдибекулы вынужден защищаться. Ну, по-спортивному, конечно же, один из самых таких вот конкурентных поединков сегодняшнего карда, уж точно. Ох, неплохо здесь коленом, отвечает также Келдибекулы. Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася мой о тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой о тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Атакует ногами Атажанов. Сухроб. Для весовой категории 61 килограмм, конечно же, очень габаритные. Сухроб здесь пропустил. Келдибекулы әрине бұндай қарқынмен таң қалдыру қиын. Жап-жақсы оппозиция көрген спортшы, жас болғанына қарамастан. Өз шабуылны өзі қазір опық жек қала жаздады Атажанов. Күрес өтпегеннен кейін қазір шұғыл түрде жоспарды өзгерту керек болып тұр. Сухробекке. Бирден. Относительно недавно Келдибекулы Азизбек провел 4 поединка за один вечер и стал чемпионом Гран-при. Так что этот парень очень жесткий. Тағы тоқтат алды білесті. Негізінен Келдибекулы дәл осы Гран-при форматтарын жақсы көретін жігіттердің бәрі. Бір күндік Гран-прилер. Жақсы сезінеді бұндай форматта өзін. Атажанов тіреген. Колено это раз за разом, конечно же, настигает Сухробека. Неплохо здесь слева встретил. Торға екінші рет тірегенмен Атажанов амалын табамы? Еще одна комбинация, как начал-то, здорово. Здесь должен быть поаккуратнее, конечно же, Сухробек. Қолмен соққыларға назар аудару керек. И подключил борьбу, попытается перевести. Ал көрейік. Как раз таки за 2 минуты до окончания первого раунда очень важный тейкдаун и контроль будет. Керек тейкдаун. Сможет, конечно же, оформить его. Бір аяқтан ұстапты көрді, қазір. Келдибекулы отличный баланс демонстрирует, равновесие очень четко держит, но Неугомонный, конечно же, здесь
своих желаниях все-таки оформить перевод в партер. Бұндай шынтақпай соққыларға назар аудару керек. Слушайте, давно я так Сухробека не видел в боях, чтобы мучился. По крайней мере, в свежих боях, которые были проведены относительно недавно. Түк шықпады бұл шабуылдан. Разворачивает. Келдібекұлының өзі шабуылға көшті. Қандай сенімділігі, Келдібекұлы қаймықпайды қарсыласынан. Бермеді тейкдаунды, Атажанов Пытается раз за разом. Бір аяққа тұрып алды атағыда. Последняя минута первого раунда. Несложно, конечно же, вот мне лично оценивать первый раунд, но больше склоняюсь, наверное, к Азизбеку в этом раунде, что он был получше. Атажановтың ұтымды шабуылдары тек қана осы қарсыласты торға апарып тіреу. Да, но вот что оценивать выше, контроль либо пропущенные удары в стойке от Азизбека? Соққы маңыздырақ болу керек шығар енді, қалай деген. Еще одно колено. Отличный вопрос, точнее удар вопросом. Атылды алға қарай. Атажанов тағы да күрес. Күрестірмей қойды. Это значит первый звоночек того, что стойки не получаются у Сухробека. Ну и так подзабился, кажется, от этих постоянных попыток тейкдауна. Олай да болуы мүмкін. Тамаша. Бір мезетте де. Ал, екінші раундта геймплан қандай болмақ. Атажановтың бірнеше тейкдауны өтпеді. Дәл осындай тактикаға арқа сүйеген болу керек. Қазір енді борьба не получается, в стойке тоже чуть-чуть не получается. Провокация, Атажановтың тарапынан қазір сенің. Снова попытка тейкдауна, прихватил ногу. Неплохо здесь. Я так понимаю, что бойцы файт-базы очень много любят оббить бэкфисты. Келдібекұлы оны соққылар дөп тигізіп жүр. Дәл осы соққылар келетін болсақ, Азизбектің басымдылығы көрінеді. Не хочу, конечно, забегать вперед, но если Келдібекұлы победит Сухробека сегодня вечером, то его акции взлетят просто до небес. Он станет автоматически Кетті ашық ұрысқа претендента. Я. Он это и понимал к началу этого поединка, он понимал, какие были риски. И риски здесь на самом деле на стороне именно Азизбека, нежели на стороне Сухробека. Есігін теуіп кіретін жігіт болады онда. Да, и может смело забирать прозвище у Рустама «Гангстер». И никто ему ничего не скажет. По крайней мере, в тусовке весовой категории 61 килограмм. Рустамның өзі де оған ештеңе айтпайды. Шынта. Дзе кешіңіздер, дзе. Сложный поединок для Сухробека, пропустил здесь слева, еще один удар. Алгорит. Бар күшін қазір осы тейкдаунға салмақшы болды. Атажанов тейкдаун жасағанымен арғарай нәтиже болады деген сөз емес. Әрине. Не смог удержать своего оппонента у сетки октагона. Ну и обратите внимание, уже не такие острые движения у Сухробека. Не хочу, конечно же, наговаривать и очень... Слева здесь пропустил, болтануло, потрясен, Сухробек. Пошел вперед Азизбек, Келдібекұлы, но сам пропускает. Өтті, Атажановтың да соққысы өтті. Бірақ мына қысқа соққылар, апперкот пен хук. Нет, комбинация, конечно же, мое почтение. Азизбек Келдібекұлы на коротке просто бьет, залетает в ближний бой и тут же выбрасывает свои короткие удары. Тағдаяқ, Келдібекұлы. Не удается. Әзірше тұры бір аяқта. Атажанова, Сухробека. Борьба не клеится сегодня, не получается. Өтпей жатыр. Ұстаған кезде Атажановтың өзі де бұны сезіп отыр. Міне тіпті шабуылдауға мүмкіншілік жоқ. Қарашы, тек қана тіреп ұстап тұрады. Міне екі қолды қосты. Қазір бірдеңе шығаруы мүмкін бұл жерден. Хватит ли сил? Жаман емес, рисковал, конечно, через себя пытался
прокинуть своего оппонента, но здесь есть рискованный момент, что он может сам оказаться снизу. Иә, кірген кезде Атажановтың өзі сезді, қазір астында қалып қоятын, сондықтан жарты жолдан кейін кері шегінді. Қой, құрсын оданша позицияға қайтып оралайық сол баяғы деп. Келдібекұлының сезіп қалғанын білді. Иә, болма. Разорвал клинч и вдогонку выбросил коленом. Удар. Тағы да. Атажанов здесь неплохо встречает своего оппонента Сухрубек. Хайкик от Азизбека. Бокстасуға да болатын білген сияқты, иә, енді күрестен бас тартуы ықтимал. Ну, здесь необходимо комбинировать именно Сухрубеку. Я думаю, что помимо ударов ногами, ну, нужно подключать руки. Сам попытался против ноги Азизбек. Я вот этот момент не понял, конечно же. Возможно, также уже начинает уставать. И не удалось. Вот сейчас есть долгожданный перевод. Долгожданный тейкдаун. Бірақ минут қалды. Но повлияет ли он на ход поединка в общем и целом? Иә, айту қиын. Көрейік қазір партерде. Атажанов енді осыншама 2 раунд бойы тер төгіп жасаған тейкдаунға жетті ғой. Енді не істейді? Да, что будет дальше за ним последовать? Шынтақ. Аман емес. Аяқтар өте жоғары. Үш бұрыш. Салды. 30 секунд остается. Азизбек Келдібекұлы. Терпит Сухрубек. Шыдаватыр. Жоқ, қылқындыра алмайды. Вышел Азизбек. Қолға ұтуәсінде жасай алмайды. Заставил, конечно же, поднервничать. Келдібекұлы үш бұрышты жақсы жасайды. Бұған дейін дәл осындай әдіспен жеңіске жеткен жекпе-жектері де бар. Міне қараш, қаншама қиналып жасаған тейкдаунның өзін Атажановқа қарсы бұрып берді қазір. Ұтуәсін жасап көрді, үш бұрыштан одан ештеңе шықпады. Ал кеттік. Атажановтың бұл жерде Саша жалғастырады. Аяққа жармасы бар. Сразу же бросился в ноги. Келдібекұлы. Попытки тейкдауна. Сухрубек. Өте жақсы енеді. Мойындалды. Торға тірейді. Будет ли гильотина здесь? Қиында болады. Бой ұзын. Разорвать необходимый клинч, работает в стойке. Жібермейді күреске. Сезді. Здесь главное на встрече не пропустить Азизбеку. Салып атыр соқ. Тағы да кетті. Әрең жүр Атажанов. Непонятно, на фоне усталости или на фоне потрясенного удара. Соққының салдары болу керек. Не может прийти в себя Азизбек. Извиняюсь, Сухрубек. Тұр. Салып жатыр оң қолмен соққыларды. Келдібекұлы қазір тіпті Атажанов алға жүруге мүмкіншілік беріп отыр. Комбинация. Тиді Снова слева. Хук достигает цели. Бірақ асықпайды, иә, бірақ бет алды жоқ, атылмайды қарсыласына. Конечно, потому что знаешь, что можно наткнуться вот на такой тейкдаун. Тейкдаун бар, Атажанов. Соңғы үміт тейкдауны дейікші, бұлайша айтқанда, иә. Осы жерден бірдеңе шығару керек. Жай ғана ұпай жинау қазір түкке қажеті жоқ дүние Атажановқа. Да, если не будет активности, рефери может спокойно поднять, вернуть бойцов в стойку. А в стойке у Сухрубека, к сожалению, сегодня ничего не получалось. Иә, қазір гардта жатып алып та мазалайды Келдібекұлы. Екінші раундта көрдіңіздер, аяқтары ұзын, аяқпен қарсыласты ешкімді орап алатын. Қазір міне қарсыластың астында жатқанына қарамастан Келдібекұлы қараш, маза бермейді қайта. Аяқпен тіпті. Үш бұрыш тағы да. Еще одна попытка треугольника. Жабалмады. Тағы да кіріп алды. Атажанов. Қайта нең бар? 3 раза кряду. Шаршады әбден. Треугольник попадает. Терлеген мойнынан басты үш бұрышты жасау қиын болады. Қолды керек жоқ. Тянет здесь вроде как армбар. Иә, қайрадан армбар жасап. Рычаг локтя делает, но армбардың қажеті жоқ қой бұл жерде. Қылқындыру керек. Армбар түкке қажеті жоқ. Половина раунда позади, остается ровно половина. Иә, уақыт бар әлі, Қолға болмайды, сонда да армбар жасап. Шықпай жатыр бұл жерден ештеңе. Не развернул руку, к сожалению, нет смысла втянуть именно так руку, потому что все-таки шығады Атажанов. Да, пытается сотрясти своего оппонента, скинуть. Захват, сбросить с себя. Шықты.
Позиция бірден. Осы жерден мерзімнен бұрын аяқтау керек. Атажанов басқа амал жоқ. Басқа амал жоқ. Жекпе-жектің нәтижесін төрешілерге қалдыруға болмайды. Ал Келдібекұлы қазір остается. жатып алса да болады, иә. Қарсыласының шабуылдарына жауап қайтарып жатып алса да болады. Нарушать правил. Жаңағы үш бұрышқа көп күш салып қойған сияқты Келдібекұлы. Ну и плотные 3 раунда были у Азизбека, как и у Сухробека. Здесь стоит признать, потому что действительно размена не было ни секунды отдыха. Тағы да гард. Қараш жау болды тағы. Ну и не старается, я так понимаю, Сухробек даже проходить гард, если честно. Шама қалмады. Атажанов та тіпті соққыларды да көрдің ғой. Мұнаны соққы деуге де келмейді, иә? Нет здесь ни массы, ни акцента, ни тяжести удара. Поэтому рейтинг необходимо задуматься, возможно, над поднятием бойцов стоит. Хотя здесь, смотри, обратите внимание, белсенділік бар ғой. есть попытки прохода гарда. Улучшение позиции. Тағы да гард жабады. Иә, Келдібекұлының ұзын аяқтары пәле болды. Сухорбек Атажановқа. Ну, это прием какой-то из школьного, кажется, перечня. Енді қалай дегенмен белсенділік көрсетіп отыр, иә? Белсенділік көрсетіп отыр. Қауіп төндірмекші түрі бар өзінің Келдібекұлы. Тамаша жекпе-жек. Не болса да, кім жеңсе де өте тартыс жекпе-жек. Потенциальный бой вечера. Уж точно мы с тобой уже видели сегодня потенциальный нокаут вечера. Қорғанысты бұзып өту керек. Атажанов тағы да шпұрышқа кіріп алады ма? Нет. Жоқ. Екінші аяқ басым. Жоқ. Тағы да кіріп алды шпұрышқа. Толықтай жаба алмай жатыр бұл жерде Келдібекұлы. Как раз таки мешает. Екінші аяқты тиынның астына салу керек. Но, тем не менее, обратите внимание, что казалось бы... Қолмен көмектесті, қараңыздар қазір. Жапты. Қолға ауыртып әтіп кетті. Последние секунды этого поединка. Шыдайды. Атажанов бермейді. Мойынды қалған жоқ міне. Ногу, может, необходимо прихватить своего оппонента, чтобы подкрутиться под него. Соңғы секундтар. Нет, не удастся, он выйдет. Жекпе-жек аяқталды. Құрметті көрермен. И по итогам данного боя раздельным решением судей победу одержал боец синего угла клетки Азизбек Келдібекұлы. Азизбек Келдібекұлы рискнул, и риск оказался оправдан.